Hey, бәріңе сәлемдестер, сіздермен бірге мен Моти каналы. Бүгінгі видеода біз Майнкрафт ойнайтын боламыз. Және осындай бір блоктық выживанияда. Міне осындай. Мен скиннен мән бермей қойыңыздар, бұл жақта скин ауыстырмайды екен. Бұл жақтың шарты жерді бұзған сайын та басқа да заттар беріле береді. Міне осындай кәсел қатып жатыр. Міне және де бұл бізде үш жер бар. Бұны жан-жағын сәл үлкейтейік. Өстіп үлкейте беруге болады. Бұл бесконечный мияқтан ауына береді. Міне уже мияқтан жер шықты. Жер деп ағаш шықты, достар. Міне. Және достар, осы видеоға 20 лайк жинасаңыздар, келесі бөлім түсіретін боламын. Сол үшін тезірек жинап тастайық, достар. Және достар, мияқта жаңадан сундук шықты. Ішінде не бар екен бірге көрейік. Ішінде бізге палка бар и ағаш. Ағаштар бар, ол нормально. И бүлдері бар екен. И бұларды бұза саламыз. Бұл бізге еткен керек емес. Сундук алып қоя салайық. Тағы жер шықты. Жерді ала береміз. И бізге екен ағаш егу керек болады. Міне уже мияқта ағаштар шығып жатыр. Міне мияқта глина. Қазір біз ағашымызды айналдырайық. И осымен де үлкейте береміз. Верстак Sims қазір қоймай алып түсір. И мына жағына қоямыз. И соңғысы как раз тура жетеді екен. Қазір верстак си салайын. Бір верстак жетеді бізге. И бізге және кирка си салайық. Балта керек сияқты еткен бізге. Қазіргі ағаш кейінірек бар вес уровень бойынша кете береді. Қазір біз бірінші уровендеміз. Бізде уже қайта ағаштар шығып жатыр. Және достар, видеоны тездету керек болады. Мінеки достар, бізде және тағы бір сундук шықты. Оның ішінде не бар екенін бірге көрейік. Міне бізде тамақ бар екен. И тағы мынау семена тыквы и тағы бір гүл. Ала салайық, бізге жанына қойып қоя саламыз. Сундук қоя салайық. Ары қарай кете береміз достар енді. Мінеки достар, бізде шошқа туылды. Міне әдем ғана шошқа. Бұған сәл жерімізді үлкейт жүрейік. Бұған еткен құлап кетпеу керек. Достар, лайк басуды ұмытпаңыздар. И по каналға тіркеуді ұмытпаңыздар, достар. 500 подписчик аз қалды, соған тезірек жеткізіп тастайық сіздердің көмектеріңізбен. И әрмен қарай жалғастыра береміз. Мінекей достар, және тағы бір сундук шықты. Ішінен кожа шықты, достар. Әрмен қарай кете береміз. Мінеки достар, сиыр шықты, және де тағы бір жануар бізге қосылды. Әрмен қарай кете береміз. Мінеки достар, және бізде тауық шықты. Міне бізде үш жануар бар. Шошқа, тауық и сиыр бар. И қазір бізде қан заттарды мақсат тастадық артық. И жерімізді үлкейтейік. Бізде 32 жер шықты. Нормально. Бізге жануар бар да мешет етеді. Сол үшін жерімізді үлкейте береміз. Тек мына жақтан емес, мына жақтарынан үлкейте берейік. Жан жақтан. Бізге үлкен болған ыңғайлы. Бізде тағы не бар? Біз ағаш егеміз. Міне екі ағашымыз бар. Төрт ағаш. Екі ағаш бар бізде. Сөйтіп үлкейте береміз. И қарбыз. Қарбызбен бізде асқабақ бар. Асқабақтың өзімен бізде тағы 10 ғана жер қалды, достар. Жеріміз уже нормально үлкейіп қалды деп болады. Мына жағына қоя салайық. И бізде қазір болды енді. Мына сәл ауыстырайық орындарын. Арттан да сәл үлкейт жүрмесі болмайды өйден. Тура мына 3 блок қойып қойдық. Енді біреуін алайық та басқа жаққа қояйық. И бізге ағаш егеміз.
біреуін не осы жаққа еге салайық, екіншісін былай, и үшіншісін как раз бір үш ағаш. Болып, енді бізде тағы жерді қазып не шығатынын көре берейік достар. Біз енді бір кирканы или күрек істей салайық. Күрек істеген дұрыс болады. И мынаны айналдыра салайық, жетпей қалады. Міне, бір күрек істеген дұрыс. И міне болды. Әйтпесе мынау жері тез бұзады. Қайта ыңғайлы болып сәл болсын. Бізде кейін барып уже ташады. Міне достар, жаңа бір сундук шықты, ішінде гүлдермен и асқабақтың дәні. Қатты керек емес, бірақ олар кейін барып егетін боламыз. Қайтадан глина. Сөйтіп дамыта береміз. Уже нормально жер жин. О, ағаш. Ағаш бізге көп керек. Көптеген заттар істей аламыз бұны. Қайтадан жер шығып жатыр. Міне тағы үлкете береміз қазір. Қазір глина. О, міне достар, бізде қой шықты уже. Жануарлардың почти бәрі түгелдей өтіп болады. Бірақ бір-бірден ғана қазірге. Кейін барып өтетін боламыз. Егін егіп сөйтіп. Екінші бөлімде достар, біз үй соғатын боламыз. Сол үшін лайк басып кетсеңіздер болып. Міне қазір жерімізді үлкете береміз. Міне нормально. И мына артында үлкете салайық. Оны бір екі жер қылып кетіп еді. Саққа жатырыңдар. Уже қараңғы батып кетті достар бізде. Мына біреуін и бой. Мына скайблокқа қарағанда сәл жерді шыға береді мына сол жақсы. Оның ағаш шығып жатыр достар. Ағаш шығып жатыр уже. Жәмелеп түр-түрлі заттар шығып жатыр. Міне қазір қайтадан жер бер. Глина. Глиналар жаман көп шығып жатыр уже достар. Бізде уже қанша бар екен білмеймін, бірақ 264-тен или одан да көп шығар деп ойлаймын. Мінекей достар, жаңа тағы бір сундук шықты. Это тұқым бар и тағы ағаштар бар. Мінекей достар, бізде және көп заттар жинадық, уже жануарларымыз да көбейді. Біздің негізі 3 қой болу керек, біреуін серді ұрып жүріп қойды құлатып кетті. Бірақ қайтадан қой туылды қазір ғана. Бізде 2 сиыр, 2 қой и 2 шошқа. И қазірге бір ғана тауығымыз бар, ол да кейін өзі шығатын болады. И бізде қазір сундуктарымыз қоя салайық мына жерге. 4-еуін қатарынан мына жерге қояйық и ішіне заттарымызды салайық. Былай салып тастай берейік бәрін. Бізде осынша заттар бар. И мына жақта да заттарымыз бар. Онда алып көрсете салайық, примерно қанша жиналғанын. Көп заттар жинау қопты достар. Міне қазір бірден салып тастай берейік. Бізде және қазір ағаштар 24 бар. И семена тыквадан 5-еу, асқабақтың өзіне 4 и 37 арбуз бар бізде. И глинадан қанша? 1, 2, 3, 64 бар. И жақсы бізде тағы ағаш, жер соларды. Көп заттар жинадық. И және достар, келесі бөлімде үй соғатын боламыз. И сол үшін лайкты аямайық достар. 20 лайкқа жетсе бірден екінші видеоны түсіретін боламыз. Және видеоны аяқтаймыз достар. Сіздермен болған мен Мойти каналы. Канал жазуын ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.